Армысың алталашым, қасиет қазақ халқы, Асқар Арғын Баһадүр. Бүгін 8 мамыр 28 Панфиловшы саябағында жүрмін. Әкімдікке әрине мен ризашылығымды білдірем. Өйткені бәрін аралап қарап жүрмін. Георгиев лентасы дейді. Бізге қарсы, қазақ халқына қарсы істелген ленталар көрінбейді. Бәрі көкпен көмкерілген. Нәтижеде концерт беріліп жатыр. Соны тамашалайық. Бәрі көк, Қазақстанның түсімен көмкерілген. По-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги его гимнастерка, его гимнастерка, искала его гимнастерка, искала его сапоги. Георгиев лентасын байқамай тұрмын. Доғал шапалақ, рахмет. Керемет. Қарындас, өзіңіз таныстырып өтсеңіз, саламатсыз ба? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, Асқар Арғын Баһадүр ұлтжанашырмын мен. Ертең таныстырады концертте. Жарайды.
Рахмет, керемет. Я мінекей қасиетті қазақ халқы осындай дайындық болып жатыр. Жалпы көңілім көншиді. Ешқандай мынау қазақ ұлтына қарсы мынау Георгиев лентасы дейді. Ешқандай белгілер нышан көрінбейді. Мінекей барлығы да концерт беріліп жатыр. Ертең осы жерде концерт, үлкен концерт болады деп айтты. Мен әкімдікке өздеріңіз білесіздер барған болатынмын бағана. Ескерту айтып кеткен болатынмын. Ешқандай тулар, Ресейдің тулары, ешқандай қызыл тулар болмайтын болсын деп ескертіп кеткен болатынмын. Сондықтан да барлығы бақылауда ұсталынады. Жеңіс күні бізге әрине бұл қайғы күні. Біздің батыр бабаларымыз Бауыржан Момышұлы, басқа да қазақтың саңлақтары көздерін жұмып кетті. Рахымжан Қошқарбаев, Талғат Бегелдинов, Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров, Алия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, олардың Хиуаз Доспанова, олардың барлығының еңбектері ерен. Біз оларға тағзым етеміз, біз оларға басымызды иеміз әрине, олардың ерліктеріне. Сондықтан да қоса саламатта болыңыздар, ертеңге дейін қоса саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры, Алматы шаһары 28 панфиловшылар саябағынан аман болыңыздар.